Қайырлы күн, сіздермен Дана. Біз бүгін осындай тастардан сырға жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай екі кусок кішкене фетр қажет. Оны линейкамен ортасын тауып аламыз. Сол ортамен біз основной тасымызды тігетін боламыз, кристалл. Бұл жерде кристалл кабошонмен, яғни пришивной кішкене тесігі бар. Сол арқылы инемен тігіп шығатын боламыз. Немесе клеймен отырғызуға да болады. Основной кристаллымызды тігіп болғаннан кейін оны бисермен жан-жағын қаптап шығатын боламыз. Ол үшін біз бисерді инеге 2-3 штугын салып тігіп, қазір видеодағыдай ортасынан осылай шығарып, соңғы бисерден өткізу арқылы осылай бір қатар жүргізіп тасымызды қаптап шығатын боламыз. Бұны басқаша түрмен шахмат бойынша тігу деп те атайды. Қазір біз бір қатар бисермен тігіп шыққаннан кейін, екінші қатарда солай бір бисерден инемізді үстіне қарай өткізіп, бір бисер тігу арқылы бір бисер қалдырып, келесі бисерға тігіп отырамыз. Солай шахматный жол сияқты. Одан кейін арғарай сондай әдіспен біздің тасымыз қапталғанша солай қанша қатар керек, сонша қатар тігіп шығатын боламыз. Кристалды осылай бисермен мына схемадағыдай анықтап қарасаңыздар бәрі түсінікті. Осылай қаптап шығатын боламыз. Біздің тасымызды жапқанша қанша қатар, сонша қатар қаптап шығатын боламыз. Менің жағдайымда 5 қатар бисермен тігіп шықтым. Кристаллымызды қаптап шыққаннан кейін біз осы лескамызды фетрдің ар жағына, матаның ар жағына өткізу үшін бисерлер арқылы өткізіп, бисерлердің арасымен осылай артынан 2 түйіндеп ары қарай басқа тастарымызды тігетін боламыз. Міне менің кристаллым қапталды. Енді кезекте осы сызылған сызық арқылы біз келесі тастарымызды тігеміз. Мен жемчуг тасын тігіп жатырмын. Сызықтардың көмегімен мен моншақтарды 4 жеріне тігіп қойдым, 4 бөлікке. Енді осылардың арасын келесі тастармен қаптап тігіп шығатын боламын.
Тастарымызды тігіп болғаннан кейін осы әр тастың арасынан осылай лескамызды шығарып, 7 бисер тізіп, сол тастарды қаптағандай қылып жол жасап шығатын боламыз. Міне біздің основной сырғамыздың бөлігі дайын болды. Енді оны аккуратно жіптерін кесіп жібермей, қайшымен кесіп шығамыз. Сол фетрді қазір тігістерін білдірмей, сырғаның артқы бөлігін тоже фетрден жасаймыз, немесе кожа қолдансаңыздар болады. Оның ортасына міндетті түрде осындай кішкене картон жабыстыратын боламыз клеймен. Ол өзінің формасын сақтап тұру үшін 2 мм, 3 мм жеткізбей кесіп алып, осылай сырғамызға жабыстырамыз. Кейін сырғаның артқы бөлігін клеймен отырғызамыз. Міне сырғаның негізгі бөлігі дайын болды. Енді маған осы сырғаның екі матаның клейленген жерін, шеткі бөлігін бисермен қаптап шығу керек болады. Ол үшін біз бір бисерді өткізу арқылы тігіп отырамыз. Өткізгеннен кейін сол тігілген бисеріміздің астынан үстіне дейін инемен қайтып ине жіпті өткізіп отырамыз. Сол кезде бізде әдемі болып, аккуратно болып сырғамыз қапталатын болады. Менің сырғам толық бисермен қаптап шықтым. Ендігі кезекте маған сырғаның астына 3 жол шашақ түсіретін боламын осы тастардан. Ол үшін 7 тас кіргізіп, ортасына 1 жемчуг, одан кейін 3 тас кіргізіп, соңында бисерді өткізіп, сол бисер арқылы қайтадан тастардан өту арқылы сырғама барамын. Екі жанынан да дәл солай, бірақ бір тас кемірек етіп 3 шашақ жасаймын. Бұл енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Көп 5-10 шашақ түсіруге болады, немесе екі шетінен алып, бұлай ұзына бойы качеля сияқты ғып тастармен әсемдеуге болады. Бұл енді әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Сырғаға 3 шашағымызды жасап болғаннан кейін фетрдің үстінде осы лескамызды түйіндеп, осы фетр арқылы өтіп, сырғаның ең үстіңгі жағынан бисерден
бір бисерден шығып 6 бисер теріп, тағы да келесі бисеріне өту арқылы осылай фетрдің бір жақсы жері леска прозрачный, еш нәрсе білінбейді. Тек аккуратно жұмыс жасасаңыздар болды. Түйіндеп біз сырғаға ілетін швензамызды тағатын кішкене ілгіш жасадық. Қазір соған швензамызды тағатын боламыз. Сырғамыз дайын болды. Екінші бөлігін дәл осы әдіспен тігіп шығамыз. Сіздерге видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер.